Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 27-ші сабақ жай сөйлем мен құрмалас сөйлем тақырыбын өтетін боламыз. 59-шы жаттығу сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып, көшіріп жаз. Біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, ұстаз қуанады. Туған жерге туың тік. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Мен елімді сүйемін. Бірлік болмай, тірлік болмас. Сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Балалар, біздің сынып шәкірттері тәртіпті, білімді болса, ұстаз қуанады деген сөйлем құрмалас сөйлем. Және де туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген сөйлем құрмалас сөйлем. Бірлік болмай, тірлік болмас деген сөйлемдер құрмалас сөйлем болып табылады. Ал жай сөйлемдер туған жерге туың тік және де мен елімді сүйемін деген сөйлемдер. Жазған кезде құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына қандай тыныс белгісін қойдың? Балалар, құрмалас сөйлем деп отырғанымыз 2 немесе 3 жай сөйлемнен құралған сөйлемдерді біз құрмалас сөйлемдер деп атаймыз, яғни бірінші және де екінші жай сөйлемнен кейін құрмалас сөйлемде міндетті түрде үтір қоямыз, Олай болса, бұл жерде де құрмалас сөйлемдердің арасына біз міндетті түрде үтір тыныс белгісін қоямыз. Яғни бұл жаттығуда да үтір тыныс белгісін қойдық. Олай болса, 60-шы жаттығуға назар аударыңыздар. 60-шы жаттығуда балалар жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырып жазу керекпіз. Бірінші сөйлем: Асқар мектепке келсе, сабақ басталып кетіпті. Автобуста адам көп болса, Сәуле қарт адамға орын береді. Үшінші сөйлем: Маржан гүлге су құйса, гүл жайқалып өседі деп, жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдерге айналдырсақ болады екен. 61-ші жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Орманды үскірік жел кезді, бұталар сыптырғақты. Күз түсіп, құстар жылы жаққа қайтты. Қарлығаш төмен ұшса, күн жауады. Сызбаны пайдаланып, ойыңды дәлелдей білуге үйрен. Бұл құрмалас сөйлем, өйткені ол 2 немесе одан да көп жай сөйлемнен құралған. Оның құрамындағы жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысып, үтірмен ажыратылған. 62-ші жаттығу мақал-мәтелдерді толықтырып, олардың құрмалас сөйлем екенін дәлелде. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Дәлелдеу үлгісі: досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Құрмалас сөйлем, өйткені ол 2 жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем досы көпті жау алмайды, екінші жай сөйлем ақылы көпті дау алмайды. Жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысқан. Екінші мақал-мәтел: бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Бұл балалар құрмалас сөйлем, өйткені ол 2 жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем бірлігі жоқ ел тозады, ал екінші жай сөйлем бірлігі күшті ел озады. Жай сөйлемдер мағыналық жағына байланысқан. Үшінші мақал: ел болам десең, бесігіңді түзе. Бұл да балалар құрмалас сөйлем, өйткені ол 2 жай сөйлемнен тұрады. Бірінші жай сөйлем ел болам десең, екінші жай сөйлем бесігіңді түзе. Балалар, жай сөйлемдер мағыналық жағынан байланысқан. Олай болса, келесі 63-ші жаттығуға назар аударыңыздар. Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдердің арасына тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Бір қарлығаш ұя салып, балапандарын асырап жүреді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келіп, ұя салынған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде қатты қорқып, балапандарын қорғап қалатын арашашы іздейді. Олай болса, балалар, осы құрмалас сөйлемнің ішіндегі жай сөйлемдердің арасына үтір қоямыз және де баяндаушын табамыз, Олай болса, балалар, бірінші құрмалас сөйлем: бір қарлығаш ұя салып, балапандарын асырап жүреді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келіп, ұя салған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде қатты қорқып, балапандарын қорғап
қалатын арашашы іздейді. Балалар, бұл жердегі баяндауыш салып, асырап жүреді, жегісі келіп, шыға бастайды және де іздейді деген сөздер баяндауыш болады. Біз баяндауышты екі сызықпен сызамыз, иә? Ал ұя салып дегеннен кейін өтір қоямыз, себебі бұл бірінші жай сөйлем. Одан кейін екінші жай сөйлем жегісі келіп, екінші сөйлемде, иә, бұл жерде де өтір қоямыз. Ал үшінші сөйлемде қатты қорқып дегеннен кейін өтір қоямыз, себебі бұл үшінші сөйлемдегі бірінші жай сөйлем. Балалар, бізге берілген бірінші жай сөйлем құрмалас сөйлемдерді табу керек болатынбыз, иә? Құрмалас сөйлемдерді таптық, әрбір жай сөйлемнің баяндауышын таптық, араларына үтірлерін қойдық. Енді құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемге айналдырып айтып, оларды өзара салыстырамыз. Олай болса, құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге былай айналдырсақ болады. Бір қарлығаш ұя салды, балапандарын асырап жүрді. Бір күні жауыз жылан балапандарды жегісі келді. Ол ұя салынған ағашқа өрмелеп шыға бастайды. Қарлығаш жыланды көргенде қатты қорқады. Балапандарын қорғап қалатын арашашы іздейді. Келесі тапсырма, бұл қай ертегіден алынған үзінді екенін айт. Балалар, бұл Қарлығаш пен Дәуіт деген ертегіден алынған үзінді, иә? Ертегіні өзің одан әрі жалғастыр. Олай болса, балалар, осы бізге берілген тапсырманы біз одан әрі былай жалғастырсақ болады екен. Ұшып көкекке барады. Қарлығаш: көкек, маған көмек бере көр, балапандарымды жылан жейін деп жатыр, дейді. Бүркіт қонаққа шақырып еді, уақытым жоқ, дейді көкек. Қарлығаш ұшып қарғаға келеді. Қарғажан, маған көмек бере көр, балапандарымды жылан жегелі жатыр, дейді, жылап тұрып. Қарға қарлығашқа бұрылып қарамастан, мен үйленейін деп жатырмын, мазамды алма, дейді маңғазданып. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келеді. Қарлығашқа Дәуіт жолығады. Улы жылан балапандарымды жұтпақшы болып, ұяма өрмелеп барады. Олай болса, мені тезірек жеткіз, дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Қарлығаш пен Дәуіт көзі ашып жұмғанша ұяға жетеді. Дәуіт ұяға жетіп қалғанда, жылан ұяға жақындап қалған екен. Дәуіт жыланның көздерін аяғымен тырнап алады. Жылан сылқ етіп жерге құлап түседі. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген Қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, Қарлығаш пен Дәуіт бір ұяда тұрып, бірге өмір сүретін болған екен. Осымен, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.